Тәрс жылды болып қалған ба, қанша жыл бірге оқыған класстасымыз ғой біз оны. 20 жылдыққа геликпен келетін адам құса, бұл өзінше болып тұр ғой. Енді бір ішінде айтқысы келетін бірдеңесі бар шығар бізге. Өкпесі бар мүмкін. Қойшы. Маған есің соң өкпесі түсіп қалмайды? Болмайды өкпесі түсіп қалуға. Не үшін? Өкпесі түсіп қалса, мына жері ашық болып қалады. Қалайсыңдар жігіттер? Не ғой? Қойшы, қойшы. Нормально. Жүр. Мен уже біздің балалардың барлығының көңілі менен қалып кетті деп ойладым ше. Бірақ кешегі мен үшін барған кәрістермен қырылып келді ғой. Содан кейін көзім жетті, менікі дұрыс емес екен ғой негізі. Ешкім идеальный емес қой. Болды, настроение түсірме. Мал сезініп отырмын да, просто балалардың алдында өзімді. Барып кешірім сұрасаң кешірмей қоймайды ғой. Пока что кішігірім қарыздарым бар, солардан құтылып алайын. Содан кейін балдардың барлығымен сөйлесем бар. Главный ойынын қойсайсың. Ойнап жүрген жоқпын оны қазір әше. Саған бар ғой, негізі уақытың тиімді пайдалану керек сияқты. Қалай? Алматы қаласында 8 ауданда комьюнити центр бар. Сол жұмыссыздарға жұмыс тауып береді, бағыт-бағдар көрсетеді. Одан бөлек неше түрлі үйірмелер бар. Сол біреуіне бұйырса мен қатысайын деп жатыр. Болмаса сен де қатыс сол. Бірге барсақ бола ма? Бірге, конечно, болады. Барайық. Сағаққа барайық. Апай ұрсат просто. Ай, молодцы! Құрметті ата-аналар, көріп тұрғандарыңыздай, мектептің оқушылары бүгін олимпиададан жақсы жүлдемен оралып жатыр. Енді осы орай мен қазір ерекше алғыс айтқым келіп тұр. Әлімжан ағайларына және де Айгүл апайларына осындай еңбектеріңізге рахмет. Біздің сыйлығымыз. Ой, рахмет. Барлығы балалардың жемісі ғой. Оқушылардың таза еңбегі. Апайларына сертификат. Рахмет көп. Ал енді Әлімжан ағайларына не аларымызды білмей, ақшалай сыйлығымыз бар. Аз уақыттың ішінде қалай үлгеріп жүрсіздер? Мен жоқта 11-ші сынып оқушысы Әлімжан дайындаған ғой. Негізі, ондай дайындаған жоқпын. Алдарына дайын приложение бере салдым. Қалан KZ деген. Сонымен дайындалды. Әйтеуір сіздер балаларымызға бар білгендеріңізді үйретіп, осындай дәрежеге жеткізіп отырсыздар. Көп-көп рахмет. Алғысымыз шексіз сіздерге. Енді қазір давайте мектептің ішіне кірейік, қазір үлкен линейкада жақсылап тұрып табыстаймыз, бүкіл мектептің өзінше. Давайте кірейік. Жүр, кіріңіздер. Алтынай, не болып қалды? Айсик, сенен бірдеңе сұрайыншы. Әрине сұра. Сендер неге кәріспен қырылып жүрсіңдер? Алтынай, кәріспен ешкім қырылып жүрген жоқ. Кеше мен сендердің телефонмен сөйлескендеріңді естідім ғой. Айсик, өтініш, тиіспеңдер шоған. Алтынай, кәріс мен үшін туған бауыр сияқты болып кеткен. Басқа балдарды білмеймін, бірақ менің жүрегім қатты ауырады. Уәде берем, кәріске ешкім тиіспейді. Уайымдама. Жарайды, рахмет, Айсик. Сен өте жақсы жігітсің. Алтынай, сосын бірдеңе сұрайыншы. Сұрай бер. Өз таңдауың өзіңе ұнай ма? Әрине. Ол таңдау мен жүрегімнің қалауы ғой. Да, конечно. Болды, уайымдамай қой. Осыны айтайын дедің ғой да? Пока онда. Уайымдама. Мынаны қарасай. Сонда кәрісі тастап Айсикпен жүріп кетті ма не? Прикинь? Қарасай, жүрегімнің қалауы деп тұрғаны. Ойбай, не деген жүрек оларда? Бірден екі адам сүйіп кететін. Біздің жүрек сәл майлы жесең айнып кетеді ғой осы. Айтпаш, российский сериал болып тұр ғой. Ертең ана қыз екі қабат болады. Содан соң ана балалық сезім басылады, потом жүрек қосыла алмай. Міне? Балалар қараңдар. Жердің қақ ортасында екі батыр болғаннан кейін ол міндетті түрде ыстық болады ол жер. Ал былай айландырсақ. Апай? Адамдарды алдағандарыңыз қашан қоясыздар?
Жер домалақ емес, 4 бұрыш қой. Кім айтты саған оны? Енді жер домалақ болатын болса, ана судың бәрі астына төгіліп қалмай ма? Оның өзінің тартылыс күші бар емес па? Сонымен тұр ғой ол деген. Анандай судың барлығын ұстап тұру үшін бір мықты тартылыс күші керек. Мықты тартылыс күші болса, бетпен жерге жабыс қалмаймыз ба? Жер сүйіп жүрмейміз ба бүйтіп? Оның да өзінің жер бар емес па? Расчет деген нәрсе бар. Расчет. Өзінің расчеті болады ғой. Өзінің бухгалтері болады, өзінің охранасы болады деп қойса. Мен саған қазір 2 қоям, либо жер домалақ. Жер домалақ қапай. Сіз біздің домалақ анамыз сияқтысыз қапай. Қалжыңдап атқаным ғой. Ертең мектеп бітірейінші. По-любому жердің 4 бұрыш екенін айтамын осы. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің мектебімізде өте үлкен қуаныш. 6-шы сынып оқушылары бүгін Олимпиада жарысынан, облыстық Олимпиада жарысынан математика пәнінен 1-ші орын алды. Сонымен қатар, осы оқушыларымызды Олимпиада дайындаған Айгүл апайымызға және де мектебіміздің мақтанышы Сайлаубек Әлімжанға осындай мақтау қағазымыз бар. Табыстап қояқ, Әлімжан ағай қандай ақылды, білімді жігіт. Ана үлкен қыздардың орнында болсам, мен ұстап алар едім. Шүкір әйтеуір, 6-шы сынып оқып қалыпсың. Ештеңе. Білімде алда болайық, мектебіміздің абыройын көтеріп жүре берейік. Досым, рахмет саған. Сен арқаңда мен проблемам шешілді. Директор ағай мектепте қаласың деп маған. Оқа шық қой бауыр. Анау қалан кезет деген приложениемен дайындапсың оқушылар. Ол жерде 11-ші класстарға да бар ма, бізде дайындалайық? Үлкен сыныптарға да бар ғой. Сен приложение жазып алсай қазір. Рус, сен де қуасың не? Не болды, брат? Итак, ренжісіп, арасы дұрыс болмай жүрген кезде араларына от салып сенде. Малсың ба? Біздің мектеп жамандап жүр. Анан бүкіл елге терпелай деп жайып тастаған. Нақ ондай достым? Қоймашы, Рус. Аз айында поддержка жинап бер. Аз айында біздің мектептің атынан тұрып береді. Артық кетсем айып өтпе, брат. Жоқ, Русь, нормально бәрі. Саған претензияда ешқандай ренішті жоқ. Не стенка жағып тұрсың? Как раз қол ұшып жүреді. Ойнама, еш жоқ, қасында біз бармыз. Қуанышқа да айтам, басқа класстан поддержка жинап берсін. Все, настроение түсірме. Тұр. Кеттік. Жеги, біздің балдар дайын. Болды, мен де жігіттерге айтып қоғам, уайымдамаңдар. Асаса, бага деген не істейміз, Баганы болғанда Карспен сөйлесіп алайық бірінші. Ертең өз-өзімізбен қырылып, артымыздан сөздер районда жүре алмай қалмайық. Онда ештеңе болмайды. Екі жақпен ровно сөйлесеміз ғой. Бүгін Кәрістің мектебінен таяқ жейтін болсақ, бүкіл район үстімізден күледі. Сосын айтады аналар, Кәріссіз чорт екен ғой дейтін әңгіме тарайды. Вот сол үшін бірінші Кәрістің темасын дұрысынан шешіп алу керек. Одан кейін анау баганы сазайын тарттыру керек қой бізге. Брат, ондай кәззаптарды ұрып құлатамын ғой мен. Әлімжан, саған рахмет. Бірақ мен бір нәрсені түсінбей тұрмын. Қысқа мерзімде балаларды олимпиадаға қалай дайындап үлгердің? Ой, апай, ол құпия методика ғой. Ол қазір сізге айтып қойсам, оның бәрі мықты болып кетейін деп тұр ғой. Шын айтам, миыма кіріп тұрған жоқ. Сен өзің 11-ші сынып оқисың. ұбт-ға дайындалуың керек. Бәріне қалай үлгердің? Үлгеруге болады ғой, апай. Керек жерге көмекке жүгінсең. Қандай жерге? Қалан кезет приложениесіне кіріп, математикадан тренажеркаға қатысасыз, болды. Қазіргі жастарға мүмкіндіктер көп екен ғой. Жалпы ойлаймын да, апай. Маған осы жұмыс өзіме қатты ұнады деймін да. Болашақта мұғалім болғым келіп тұр. Сен сияқты бір мықты мамандар келсе, мына орнымды босатып беруге дайынмын. Шынымен ба? Жоқ. Жай саған алғысымды айтып жатқаным ғой. Рахмет, апай. Онда мен кетсем, қазір тестім бар еді. Жақсы, бара ғой. Рахмет. Сөйлеспейміз.
Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз тарих сабағынан тест тапсырамыз. Так. Асик таратып шық. Көшілмесе? Не болды сонша жылап? Жылағады, сен басқа нұсқа, мен басқа нұсқамын ғой. Қойшын. Қанша сұрақ белгіледің? 17-сін белгілеп тастап болаш. Қазақстан Республикасы қай жылы тәуелсіздік алды? 1465? Қуасың ба сен? Ол жылы қазақ хандығы құрылды ғой? Білмейм ғой, құрыласа алдық деп ойлап қаппыз да. Тыныш сыбырламаймыз. Что там жеге естіңдер ма? Біздің мектептің өмірлері бүгін төбелеске баратыр. Кіммен? Карспен. Тамы. Олар бұрын Карспен жүруші еді ғой? Что-то біздің жігіттер алып қалады сияқты. Білмеймін. Бірақ біздің жігіттер Карспен жүргені рас. Бірақ біздің де жігіттер слабый емес қой. Өмірі? Бала кезімізден бірге өскен бауырымыз өзіміздің дұшпанымыз болып отыр ғой. Сен ойлап тұрған ол жоқ. Бүгін көтіңді айырып жіберуі мүмкін. Жоқ, Карс ондайға бармайды. Бізге балдарын стрелка қалып келіп жатыр ғой. Осы ісінен кейін бізді ойлайды деп ойламаймын оны. Походу бір ойлап жүргені бар ғой өзінің. Асик, ана розовый очкиң шешсейсен. Антошты ұрып кеткенінен ақ білуге болады ғой қандай адам екен. Сен ұрып кетсе ше? Мені ма? Мен ұрып кетсе, амал жоқ. Апай маған әдеттегідей коктейльмен. Саламатсыз ба? Карина? Сен асханадан тамақ ішесің ба не? Мен сені бір итальянский кухнялардан бір стейк, паста жеп қалған қыз деп ойлап жүрмін ғой? Иә, ішем. Ұнайды маған біздің асхананың тамақтары. Онда саған бүгін тамақты өзім алып берейін. Өткенде маған су алып беріп едің ғой? Сен іштің ба ол суды? Иә. Точно іштің ба? Ой, иә. Ішіне су тосылып қалды, су құйып шайқап тағы ішіп алғансың, Ештеңе болмады ма саған? Болды. Не болды? Ішімде саған деген бір сезім оянғандай болды. Ой, Мок, қойш, маған не алып берші? Бір пирожки и бір су. Тәте, естімедіңіз ба? Не қайсы? Маған бір пирожки жылтып берсеңіз, және менің Каринама бір бачок компот бересіңіз, өзі шомылып жүріп ішіп алсын. Сен отыра бер, мен қазір апарып берем, иә? Рахмет. Тәте, ана екі шетін босатасыңыз, қолын апарып бермесем тоймайды. Қазір келем, алып кетем. Карина! Ана, шкафты ашсаң, екінші полкада ше, көк документтер соны тырсашы. В общем, солай болған. 4-ші мектеппен стенка болады дейсің ба? Иә, брат. Енді маған не дейсіңдер? Не дейсің деп емес, Кука? Мектептің абыройы емес па? Оның үстіне біздің мектепке ғой тіл тиіп жатқан. Ей! Не болды саған? Бір кәріс келді деп көтіне кіресің ба не? Бір терпел үшін бүкіл мектеп тозуға желание жоқ.
Түсіндің ба? Бұл менің соғысым емес. Батырсың ба? Өзің барда классыңды ертіп тұрып бер. Түсіндің ба? Түсіндіңдер ме? Бұл менің соғысым емес. Все, Коко. Азия. Короче, бетеміз. Барамыз. Любезно жайтумен бір сөйлесіп көреміз. Дұрыс па? Шілей болмай баратса өзіміздің жібермейміз, короче. Кәріс, базар жоқ, класстас болды, дос болды. Бұл жерде тема вообще басқаша. Шынымен жеттір. Әркімнің астында таяқ жеп жатуға желание жоқ. Любой кипиш до конца барайық енді. Çoğdan gelin mi? Ha? Gittim ondan. Gittik. Yo! Барасың ба? Кругтарыңа қоссаңдар барам ғой. Жүр кеттік. Кеттік жүр. Бергеші саған әңгіме бар. А чем отличие? Тосик қайда Руся? Қазір келеді Тосик. Біздің классқа бара ма не сенкеге? Қалғандарына Кока стоп қойып саған. Қалған класстар бармайды. Бар мен базар осымен ақ бара береміз. Тәуекел. Жігіттер, мен ойландым. Аза бірақ сен үшін емес, мектептің абыройы үшін. Соңғы қасақ болсын. Жаман ой, қимыл биікке Түрленіп өмірімді барып жүректе Ауыз тизен діректе, мұңға түнекте Дастарханым Жыласын жаман ойлар, қимыл биікке Түрленіп өмірімді барып жүректе Ауыз тизен діректе, мұңға түнекте Дастарханымызға отыр досым гүлімді Өмірдегі бал, кері білінбе Өмірдегі бал, кері білінбе Жырғы тер ағып кеттім мейлі Істейтін адам нәрсесі істейді Жердегі секенім несе мен Гүлімді сумен емдей Істейтін адам нәрсесі істейді Жердегі секенге сенбей Гүлімді сумен емдей Гүлімді мен сумен емдей Өмірдегі бал Кері білінбей Өмірдегі бал Кері Өмірдегі бал